аутизм ол медициналық диагноз емес қой, ол ауру емес. Ол жерде врачта, педагогта, психологта, психиатрда қарайтын нәрсе аутизм. Бұл ауру емес, ауруға жатпайды. Сондықтан бірнеше маманның қарауына жүгінетін нелер ғой бұл, симптомдар. Әрине, енді кадры решают все дейді ғой. Кез келген проблемада бәрібірде біз айналып кеп, проблеманы талдай келіп, кадр мәселесіне кеп тірелеміз. Кадр мәселесіне, мысалы, ерте диагностика жасау үшін білікті маман қажет. Хорошо, жақсы. Мектепке барды. Мектепте пән мұғалімі, сынып жетекшісі, қасына отыратын тьюторы дайын ба ол баламен жұмыс істеуге? Тағы да кадр мәселесі. Яғни біз мұғалімдерді дайындауымыз керек, сондай әртүрлі балалармен, ерекше балалармен жұмыс істеудің негізін меңгерген мамандар даярлауымыз қажет. Одан кейін ары қарай мысалы колледжге барса, сол мамандықты оған игерте алатын, тағы да сол баланың тілінде сөйлесіп оған түсіндіре алатын маман қажет. Енді осы мамандардың барлығын оқытатын да маман қажет қой.